Қайырлы күн, құрметті Қазақмет көрермендері. Біздің арнада адам денсаулығына пайдалы кеңестер өзінің жалғасын табуда. Ол үшін біздің арнаға тіркеліп, лайк басып және де өз пікірлеріңізді тастауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Бүгінгі пайдалы кеңесіміздің тақырыбы хиджама, яғни арам қаннан құтылу, немесе қазіргі таңда мұсылманша қан алу болып табылады. Адам ағзасында қан басты элементтердің бірі, оның атқаратын қызметі орасан зор. Ол қанды жасушалардан оттегі тасымалдайды, гормондарды, яғни адам ағзасына қажетті заттарды тасымалдау оның кішігірім бір басты қызметтерінің бірі болып табылады. Хиджама жасау арқылы көптеген аурулардан құтылуға болады. Атап айтатын болсақ, артериялық қан қысымының жоғарылауы, бастың ауруы, буын аурулары, туберкулез. Қазіргі таңда хиджаманың көптеген түрі және де қай жерден алатыны тек қана білікті мамандарға барған дұрыс. Хиджаманың алу уақыты ол 5-7 айлар болып табылады. Себебі көктем мезгілінде қан айналысының жақсаруына әкеп соқтырады. Сондықтан да осы айларда алған өте дұрыс болып табылады. Қан әрдайым қозғалыста болу қажет. Себебі осы артериялар мен веналарда қанның тек бір бөлігі ғана қозғалыста болады, ал қалған бөлігі, яғни резервте, ол қан кету, гипоксия немесе интенсивті жұмыс жасау кезінде қажет болып тұрады. Бұл қозғалыссыз қан өзі тұра беретін болса, яғни өзінің қасиетінен, құрамындағы микроэлементтерінен айырылады. Сөйтіп, адам ағзасына қажетті зиян бөліктермен жинай бастайды. Сондықтан да осы зиян бөліктерден адам ағзасындағы қозғалыс тұрған қаннан құтылудың бір жолы ол хиджама. Бұл ешқандай да дәрілсіз адам ағзасындағы ішкі интенсивті микроциркуляцияның жаңаруы болып табылады. Жаңа қан микроциркуляция болып адам ағзасына тек өз пайдасын келтіреді. Ислам мемлекеттерінде хиджаманы қолдану ертеден белгілі, ал біздің мемлекетімізде осы Қазақстан бойынша хиджама енді жаңарып келе жатыр. Сондықтан да осындай қан алдырып тұру адам ағзасы үшін пайдалы екенін ұмытпайық. Біздің арнаға тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар және де бізге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біздің арнада көптеген жаңалықтар және де адам ағзасына пайдалы мәліметтер болады. Сау болыңыздар.